Қайырлы күн ұстаздар, өздеріңізбен әдеттегідей Сандуғаш Қадырғалиевна. Бүгін сіздерге марапат нобыдыға қалай тіркелуді көрсететін боламын. Ол үшін біз кез келген браузерге барып марапат нобыды деп жазамыз. Сол кезде осы марапат нобыды деген сайтқа кіреміз. Ең бірінші бұл сайтқа әрине тіркелу жұмыстарын жүргізу қажет болады. Ол үшін бізге міндетті түрде ECP ключіміз және электронды ключіміздің паролі қажет болады. Ең алдымен регистрация батырмасын басқаннан кейін ECP-міздің орналасқан файлымызды табамыз. Одан кейін міндетті түрде оның паролін енгіземіз және де открыть батырмасын басып отправить басамыз. Одан кейін міндетті түрде мында пароль ойлап табамыз. Біздің пароліміз 8 символдан бастап 64 символға дейінгі аралықты қамту қажет. Оның ішінде латын әріптерінің бас әріпі, кіші әріпі және арнайы тыныс белгілері болу қажет екендігін еске саламын. Астына парольді қайталаймыз. Болғаннан кейін электронды почтамызды енгіземіз және рөлімізді таңдаймыз. Исполнитель деп рөлімізді таңдап алғаннан кейін отправить дегенді басамыз және міндетті түрде сохранить дегенді басамыз. Енді осы пароль логинімізбен марапат нобыды сайтына тіркелдік. Енді өзіміздің жеке кабинетімізге өту үшін тағы да ECP ключімізді файлын таңдап паролін енгіземіз. Ең бірінші кезекте мында орыс және қазақ тілдерін таңдап аласыз өзіңізге қажетті тілде. Мен орта білім беру ұйымы қай мектепте жұмыс жасайтындығым көрініп тұр. Мында марапаттар үшін іріктеу, іс-шаралық күнтізбе, есеп деген сияқты бөлімдерден тұрады. Ең бірінші кезекте осы марапаттау үшін іріктеу деген бөлімде орта білім беру ұйымы дегеннің үстінен басамыз. Мына жерде фамилияңызды енгізу арқылы өзіңіздің аты жөніңізді тауып аласыз. Яғни мен мында фамилияны енгіздім. Одан кейін поиск батырмасын басқан кезде өзіңіз туралы толық мәлімет шығып тұрады. Яғни нобыдыға жауап беретін админ осыған дейін сіздің данныйларыңызды нобыдыға тіркеп қойғандықтан осы марапат нобыдыда сіз туралы деректер шығып тұрады. Енді статус заполнения деген жерде леп белгісі тұр. Міне осы жерден біз марапаттарымызды толық енгізуіміз қажет болады. Мына жерде қаламның суреті тұр. Действие деген жерде осы ручканың үстінен басамыз. Бізде жалпы марапат нобыдыға жетістіктерімізді тіркеу 11 қадамнан тұрады. Ең бірінші кезекте өзіміздің фотомызды жүктейміз. Ол үшін выберите файл дегенді басамыз және біздің фотомыз JPEG немесе PNG форматында болу қажет. Выберите файл дегеннен, яғни өзіміздің дайындап қойған суретімізді таңдап аламыз. Ең бірінші қадам астында өзіңіз туралы толық мәліметтер берілген, оның ешбіріне де тиіспейміз, толық мәліметтер тұра береді. Екінші бөлімде сіз жұмыс жасайтын ұйымның атауы тұрады, ол бөлімді де толтырмаймыз. Далее батырмасын әрі қарай басқан кезде үшінші бөлімде сіздің жұмысыңыз туралы, біліміңіз туралы толық мәлімет берілген. Бұл жерде де еш нәрсені толтырмаймыз. Үшінші қадамда далее батырмасын басамыз. Төртінші қадамда дополнительное достижение деген бар. Осы жерден егерде сіз педагог санатынан жоғары, модератор, сарапшы, зерттеуші шебер болсаңыз, сіз осы жерге 514 бұйрыққа сәйкес жетістіктеріңізді енгізесіз. Егер сізде жетістіктер жоқ болса, далее батырмасын басып кетесіз. Ал егер жетістіктеріңіз болса, добавить сведения при наличии дегенді басасыз. Одан кейін мына жерде тип мероприятий деген бар. Осы жерден егер қалалық болса районный, халықаралық болса международный, облыстық болса областной, республикалық деп таңдайсыз. Қазір біз қалалық жетістіктердің біреуін тіркеп көреміз. Алдымен районныйды басамыз. Одан кейін наименование мероприятий деген жерге сіз қандай сайысқа қатыстыңыз, соны таңдайсыз. Бұл жерде ең үздік деген 7-8 сайыстың атауы тұр. Егер сол тізімдердің ішінде сіздің сайысыңыздың атауы болмаса, онда осы жерге қолмен енгізуіңізге болады. Мысалы, педагогикалық идеялар панорамасы. Яғни сайысыңыздың атауын жазып болғаннан кейін астына оның сканерленген дипломыңызды саласыз. Яғни выберите деген жерден саласыз, бекітіп. Міне ол бізде PNG немесе JPEG форматында болу қажет. Және де сіздің сол сайысқа қатысқан хаттамаңыздың номері жазылады. Мында мысалы жазасыз. Одан кейін сол хаттама қай күні шықты сайысқа қатысқан кездегі соны енгізесіз. Осы календардың суреті тұрғанның үстіне басатын болсаңыз, мына жерден жылдарды таңдауға болады. Мысалы 2022 және қай айы, қай күні дегенді таңдайды. Және де бұл сайысты кім ұйымдастырған?
Педагогикалық идеялар панорамасын бізде өрлеу ұйымдастыратын болғандықтан өрлеуді таңдаймын. Ал егер сіздің басқа сайыстарыңыз басқа ұйымдар ұйымдастырса, онда другие дегенді таңдайсыз. Менің жағдайымда өрлеуді таңдадым. Және де сіз егер қаладан қатыссаңыз, город дегенді таңдайсыз. Және де сіздің дипломыңызда арнайы тіркеу номері болса, соны енгізесіз. Одан кейін барып сіздің осы сайыстан алған орныңызды көрсетесіз. Яғни бірінші орын, екінші орын, үшінші орын. Егер де сіз сайысқа қатысқанда орын алмасаңыз, демек бұл жерге жетістік ретінде тіркей алмайсыз. Және сол бекіткен орныңызға байланысты балл береді. Егер де сіз бірінші орын таңдасаңыз, мұнда 3 балл бересіз. Егер де екінші орын болса 2 балл, және үшінші орын болса 1 балл иеленесіз. Менің жағдайымда екінші орын. Егер де сіздің тағы да жетістіктеріңіз бір сайыстан бөлек көптеген жетістіктеріңіз болса, онда добавить сведения при наличии деп қайтадан қосасыз да, осы жерге тағы да сайыстарыңызды енгізесіз. Ал егер жетістігіңіз тек қана біреу болса, онда осыны енгізесіз. Астындағысы керек емес болса, онда минус батырмасын басып тастап, кетіріп тастайсыз. 5-ші қадамда, яғни мұғалімнің көтермелеу марапаттары болса, төс белгілері болса, қандай да бір алғыс хат, құрмет грамоталары болса, осы жерге енгізесіз. Егер жоқ болса, далее батырмасын басасыз. Ал егер көтермелеу марапаттарыңыз болса, онда добавить сведения при наличии дегенді басасыз. Осы жерден таңдайсыз. Қалалық білім бөлімінен алған марапат па, басқа да марапаттардың түрін таңдайсыз. Менің жағдайымда қалалық әкімдіктен, қалалық білім бөлімінен алған марапаттарды таңдаймын. Одан кейін выберите область дегеннен өзіңіздің өлкеңізді таңдайсыз және районды көрсетесіз, және осы жерге қандай марапат алдыңыз, соны жазасыз. Одан кейін оның регистрациялық номерін жазасыз, және де оның бұйрық номерін жазасыз. Сіз қай жылы алдыңыз, міндетті түрде соны көрсетіп, айын көрсетесіз және датасын көрсетесіз. Одан кейін дәл сол марапатыңыздың сканерленген фотосын міндетті түрде қоясыз. Одан кейін біз 6-ші қадамда, яғни білім алушыларды даярлау бойынша, яғни оқушыларыңыздың жетістігі бойынша енгізесіз. Егер де жетістік болмаса, далее батырмас деп келесі қадамға барасыз. Жетістік болса, добавить сведения при наличии деп басасыз. Және де сіздің оқушыңыз егер де топтық жарысқа қатысса, командное соревнование деп жазасыз. Ал егер жеке оқушыңыз олимпиадалардан пәндік орын алса, онда міндетті түрде ол оқушының иін жазуыңыз қажет болады. Иін енгізген бойда ол оқушының бізге аты жөні автоматты түрде шығады, және де ол оқушы қандай сайыстан орын алып, қалалық кезең бе, облыстық таңдайсыз. Одан кейін ол сайысты ұйымдастырған ұйымның көрсетесіз, яғни бұл жерде дарын орталығы немесе другие деп көрсетесіз. Содан кейін ол сайыстың атауын жазасыз. Бұл жерде неше түрлі олимпиадалардың тізімдері берілген. Егер ақбота, бебраз, кенгуру сияқты олимпиадалар болса, осы жерден таңдасаңыз болады. Немесе мұнда жерге қалалық пәндік олимпиада деп клавиатурадан да енгізе аласыз. Бұл сайыс туралы толық кішкене мәлімет бересіз. Мысалы, қалалық сайыс деп өттім. Одан кейін ол сайыста орын алған оқушыңыздың орнын белгілейсіз. Бұл жерде де балл беріледі, міндетті түрде оқушыңыз орын алуы қажет. Егер орын алмаған оқушы болса, оны енгізбейсіз. Одан кейін міндетті түрде оның сканерленген дипломын саласыз. Оны салғаннан кейін бұл сайысқа қаланың атынан қатысты ма белгілейсіз, ауылдан ба, областан ба. Содан кейін далее батырмасын басасыз. Одан кейін 7-ші қадамға өтеміз. 7-ші қадам барлық педагог санаттарына тиесілі. Бұл қадамда сіз міндеттерде мейлінше тиімді және жедел орындасаңыз, осы графаға барсаңыз, біріншісінде 1-ден 5 балға дейін бере аласыз. Соңғы 2 жыл бойынша тәртіптік жауапкершілікке тарту фактілерінің қаншалықты болмағандығына балл бересіз. 2 балға дейін деп жазылып тұрады. Одан кейін далее батырмасын басасыз. 8-ші қадамда, яғни оқушылардың оқу үлгерімі бойынша пайызын көрсетесіз. Сіздің пәніңіз бойынша сапа, яғни бұл жерден сіздің пәніңіз бойынша қаншалықты оқушылар сапа көрсетіп отыр. Егер де 80%-ға дейін болса, мына жерден таңдайсыз, және де оған сәйкес, пайызға сәйкес балл беріледі.
Одан кейін далее батырмасын басасыз. 9-шы қадамда оқушылардың секциялар мен үйірмелерге қатысы туралы. Яғни бұл жерде басшылар үшін сіздің мектебіңіз қаншалықты үйірмемен, секциялармен қамтамасыз етіп отырса, барлығына бірдей мәлімет енгізетін болады. Оны мектеп әкімшілігінен нақтылап аласыз. Осы жерден 60-80%, 80-100% қаншалықты қамтылғандығын сапамен белгілейсіз. Соған байланысты балл береді. Егер сіздің мектебіңіз мемлекеттік аттестациядан сәтті өтсе, успешно дегенді таңдайсыз. Сәтті өтпесе, не пройден деген таңдайсыз. Успешно деп таңдасақ, бізге 5 балл беріледі. Далее батырмасын басамыз. Соңғы 10-шы қадамда 2 жыл ішінде, яғни сіздің мектебіңіз бойынша құқық бұзушылық фактілері болды ма? Егер орын алса, имеется нарушение, егер құқық бұзушылық фактілері орын алмаса, соңғы 2 жыл бойынша отсутствует деп таңдасаңыз, 5 балға дейін балл беріледі. Одан кейін соңғы қадамда сіздің толтырған жетістіктеріңізге байланысты, яғни сіздің еңбек өтіліңізге, категорияңызға және де осындай жетістіктеріңізге байланысты балл беріліп, толық қорытынды ұпайыңыз шығатын болады. Одан кейін сохранить батырмасын басу арқылы сіз мәліметтеріңізді толық сақтай аласыз. Бұл марапат нобыды бізге алдағы уақытта педагогтарға өзінің жетістіктеріне байланысты марапаттар ұсынуда өте қажет болады. Сондықтан міндетті түрде педагогтар толық жетістіктеріңізді енгізіп, бей-жай қарамауларыңызды сұраймыз. Барлықтарыңызға сәттілік. Видео пайдалы болса, лүпіл қойып, комментарий бөліміне пікір қалдырып, өзге де әріптестерге бөлісе жүріңіздер. Кәделеріңізге жарасын.